баласына тоже соны береді. Мен өзім айтамын, жаңағы кішкентай балалармен келеді ғой, запор, жаңа емшекте 2-3 айлық балаларда колики, запор болса, мен сразу айтамын анасына, бірінші өзіңіз ішіңізші, жаңағы метабиотик, пробиотиктерді өзіңіз ішіңіз, өзіңіз диетаңызды дұрыс сақтаңыз, ішегіңізді дұрыстаңыз, и жаңағы сүтпен еміздіңіз, болды. Сіз балаңызға бересіз жаңа өзіңіздің дұрыс бактерияларыңызды деп ше. Негізі анасынан біраз нәрсе береді екен. Жалпы емшек сүтіне, яғни омыраумен емізуге біздің аналардың көбісі көп мән бермейтін сияқты. Бұл жай тек физиологиялық қажеттілік деп санайды да. Бірақ шын мәнінде бала туылғаннан бастап, бірінші алғаннан бері, емізікті, сол моменттен бастап сіз балаңыздың нағыз иммунитетін түзетін, оның ары қарай оның эмоционалды жағдайына, оның ішектің түзелуіне, оның орталық нерв жүйесінің дамуына, яғни бүкіл оның жалпы